16-шы сөз. Қазақ құлшылығым Құдайға лайық болса екен деп қам жемейді. Тек жұрт қылғанды біз де қылып, жығылып тұрып жүрсек болғаны дейді. Саудагер несиесін жия келгенде, тапқаным осы, біттім деп, алсаң ал, әйтпесе саған бола жерден мал қазанба дейтұғыны болушы еді ғой. Құдай тағаланы дәл сол саудагерде қыламын дейді. Тілін жаттықтырып, дінін тазартып, ойланып, үйреніп әлек болмайды. Білгенім осы, енді қартайғанда қайдан үйрене аламын дейді. Оқымадың демесе болады дағы, тілімнің келмегенін қайтушы еді дейді. Оның тілі өзге жұрттан бөлекше жаратылып па? 17-ші сөз. Қайрат, ақыл, жүрек үшеуі өнерлерін айтысып, таласып келіп, ғылымға жүгініпті. Қайрат айтыпты: «Ей ғылым, өзің білесің ғой, дүниеде еш нәрсе менсіз кәмелетке жетпейтұғынын. Әуелі өзіңді білуге ерінбей жалықпай үйрену керек. Ол менің ісім. Құдайға лайықты ғибадат қылып, ерінбей, жалықпай, орнына келтірмек те менің ісім. Дүниеге лайықты өнер, мал тауып, әбүйір мансапты еңбексіз табуға болмайды. Орынсыз, болымсыз нәрсеге үйір қылмай, бойды таза сақтайтұғын, күнәкарліктен, көрсе қызар жеңілдіктен, нәпсі шайтанның азғыруынан құтқаратұғын, адасқан жолға бара жатқан бойды қайта жиғызып алатұғын мен емес пе? Осы екеуі маған қалай таласады депті. Ақыл айтыпты: не дүниеге, не ақиретке, не пайдалы болса, не залалды болса, білетұғын мен, сенің сөзіңді ұғатұғын мен. Менсіз пайданы іздей алмайды екен, залалдан қаша алмайды екен, ғылымды ұғып үйрене алмайды екен. Осы екеуі маған қалай таласады? Менсіз өздері неге жарайды депті. Онан соң жүрек айтыпты: мен адамның денесінің патшасымын. Қан менен тарайды, жан менде мекен қылады, менсіз тіршілік жоқ. Жұмсақ төсекте, жылы үйде, тамағы тоқ жатқан кісіге, төсексіз кедейдің, тоңып жүрген киімсіздің, тамақсыз аштың күйжай қандай болып жатыр екен деп ойлатып, жанын ашытып, ұйқысын ашылтып, төсегінде дөңбекшететұғын мен. Үлкеннен ұят сақтап, кішіге рақым қылдыратұғын мен. Бірақ мені таза сақтай алмайды, ақырында қор болады. Мен таза болсам адам баласын алаламаймын. Жақсылыққа елжіреп еретұғын мен. Жаманшылықтан жиреніп тулап кететұғын мен. Әділет, нысап, ұят, рақым, мейірбаншылық дейтұғын нәрселердің бәрі менен шығады. Менсіз осылардың күні не? Осы екеуі маған қалай таласады депті. Сонда ғылым бұл үшеуінің сөзін тыңдап болып айтыпты: ей Қайрат, сенің айтқаныңның бәрі де рас. Ол айтқандарыңнан басқа да көп өнерлерінің бары рас. Сенсіз болмайтұғыны да рас. Бірақ қаруына қарай қаттылығың да мол, пайдаң да мол, бірақ залалың да мол. Кейде жақсылықты берік ұстап, кейде жамандықты берік ұстап келесің. Соның жаман депті. Ей ақыл, сенің айтқандарыңның бәрі де рас. Сенсіз еш нәрсе табылмайтұғыны да рас. Жаратқан Тәңіріні да сен танытасың. Жаралған екі дүниенің жайында сен білесің. Бірақ сонымен тұрмайсың. Амал да, айла да, бәрі сенен шығады. Жақсының, жаманның, екеуінің де сүйенгені сен. Екеуінің іздегенін тауып беріп жүрсің. Соның жаман депті. Сен үшеуінің басыңды қоспақ менің ісім депті. Бірақ сонда билеуші әмірші жүрек болса жарайды. Ақыл сенің қырың көп, жүрек сенің көп қырыңа жүрмейді. Жақсылық айтқанына жаны діні құмар болады. Көнбек түгіл қуанады, жаманшылық айтқанына ермейді. Ермек түгілі жиреніп үйден қуып шығарады. Қайрат, сенің қаруың көп, күшің мол. Сенің де еркіңе жібермейді. Орынды іске күшіңді аятпайды.
орынсыз жерге қолыңды босатпайды. Осы үшеуің басыңды қос, бәрін жүрекке билет деп ұқтырып айтушының аты ғылым екен. Осы үшеуің бір кісідей менің айтқанымдай табылсаңдар, табанының топырағы көзге сүртерлік қасиетті адам сол. Үшеуің ала болсаң, мен жүректі жақтадым. Құдайшылық сонда, қалпыңды таза сақта. Құдай тағала қалпыңа әрдайым қарайды деп кітаптың айтқаны осы депті. 18-ші сөз. Адам баласына жыртықсыз, кірсіз, сыпайы киініп, һәм ол киімін былғап, былжыратып кимей, таза кимек дұрыс іс. Ләкин өз дәулетінен артық киінбек, не киімі артық болмаса да, көңіліне қуат тұтып, тым айналдырмақ кербездің ісі. Кербездің екі түрлі қылығы болады. Бірі бет пішінін, сақал мұртын, мүшесін, жүрісін, қас-қабағын қолдан түзеп, шынтағын көтеріп, қолын тарақтап әуре болмақ. Біреуі атын, киімін айран шеріндеп, солардың арқасында сыпайы, жоғымды жігіт атанбаққа, өзінен ілгерілерге елеулі болып, өзі қатардағының ішін күйдіртіп, өзінен кейінгілерге әттең дүние-ай, осылардың атындай ат мініп, киіміндей киім кигеннің не арманы бар екен, дейтұғын болмаққа ойланбақ. Мұның бәрі масқаралық, ақымақтық. Мұны адам бір ойламасын, егерде бір ойласа, қайта адам болмағы қиын іс. Кербез дегенді осындай кердең немеден безіңдер деген сөзге ұқсатамын. Тегінде адам баласынан ақыл, ғылым, ар, мінез деген нәрселермен озбақ. Онан басқа нәрселермен оздым ғой демектің бәрі де ақымақтық. 19-шы сөз. Адам ата-анадан туғанда есті болмайды. Естіп, көріп, ұстап, татып ескерсе, дүниедегі жақсы жаманды таниды дағы. Сондайдан білгені, көргені көп болған адам білімді болады. Естілердің айтқан сөздерін ескеріп жүрген кісі өзі де есті болады. Әрбір естілік жеке өзі іске жарамайды. Сол естілерден естіп, білген жақсы нәрселерін ескерсе, жаман дегеннен сақтанса, сонда іске жарайды. Соны адам десе болады. Мұндай сөзді естігенде шайқақтап, шалғырттанып, не салғырттанып естісе, не естіген жерін қайта қайырып сұрап ұғайын деп тұшынбаса, не сол жерде сөздің расына көзі жетсе де, шыға беріп қайта қалпына кетсе, естіп-естпей не керек? Осындай сөз танымайтұғын елге сөз айтқанша, өзіңді танитұғын шошқаны баққан жақсы деп бір хакім айтқан екен. Сол секілді сөз болады. 20-шы сөз. Тағдырдың жарлығын білесіздер, өзгермейді. Пәндеде бір іс бар жалығу деген. Ол тағдырда адаммен бірге жаратылған нәрсе. Оны адам өзі тапқан емес. Оған егер бір еліксе, адам баласының құтылмағы қиын. Қайраттанып, сілкіп тастап кетсең де, ақырында тағы келіп жеңеді. Ақылы түгел, ойлы адамның баласы байқаса, осы адам баласының жалықпайтұғын нәрсесі бар ма екен? Тамақтан да, ойыннан да, күлкіден де, мақтаннан да, кербездіктен де, тойдан да, топтан да, қатыннан да көңіл аз ба көп пе жалығады. Оның үшін бәрінің ғайбын көреді, баянсызын біледі, көңілі бұрынғыдан да суи бастайды. Дүние бір қалыпта тұрмайды, адамның қуаты, ғұмыры бір қалыпты тұрмайды. Әрбір мақлұққа Құдай тағала бір қалыпты тұрмақты берген жоқ. Енді көңіл қайдан бір қалыпты тұра алады?
Бірақ осы жалығу деген әрнені көрем деген, көп көрген дәмін бағасын бәрінің де баянсызын біліп жеткен ойлы адамнан шығады. Соншалық ғұмырының баянсызын, дүниенің әрбір қызығының ақырының шолақтығын көрген білгендер тіршіліктен де жалықса болады. Бұлай болғанда ақымақтық, қайғысыздық та бір ғанибет екен деп ойлаймын.